Батыр қыз. Бұл әңгіменің басты кейіпкері Совет одағының батыры Мәншүк Мәметованың өзіне арналады. Мәншүк Мәметова 1922 жылы Орал облысы Орда ауданы Жасқұс ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Мәнсия. 5 жасынан бастап оны әкесінің немере інісі Ахмет Мәметов және әйелі Амина асырап алған. Үлкен қара көзі, пысықтығы, ширақтығы үшін олар баланы еркелетіп Моншағым деп атады. Өзінен атын сұрағанда бала Мәншүк деп жауап берген. Солай аты Мәншүк боп қала берді. 1937 жылдың қуғын сүргініне Мәметовтер әулеті де ұшырады. Ғылыми зерттеу институтының директоры Ахмет Мәметов қамауға алынды. Ол кісінің әйеліне айтқан соңғы сөзі «Менің Мәншүгімді ренжітпе, аман сақта» деген екен. Кейіннен Ахмет Мәметов ақталды. Есейген Мәншүк әкесінен бас тартпады, оны сатпады. Ол әкесінің қамалуын қате деп санады. Мектепті бітірген соң Мәншүк медицина институтына оқуға түсті. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк небәрі 18 жаста еді. Сәбит Мұқанов, батыр қыз. Қалың қарағайлы орманның арасында шытырлап жанған бұтақтарды айнала отырған жауынгерлер айсыз түнде Мәншүктің бетінде ойнаған жалынның сәулесіне қарағаны болмаса, оның кішкене денесін айнала бұрып, жіңішке жұмсақ даусымен айқын айтқан сөзін тыңдаған жоқ. Несін тыңдасын, дағдылы үгіт: өзің өлме, жауды өлтір. Егер қапыда өлсең, сенің атыңды халқың өз тарихына алтынмен жазады. Айтайын дегенім осы, жолдастар, деді Мәншүк сөзін аяқтап. Кімде сұрау бар? Ешкім үндемеді. Міндетті түсінікті деп санаймыз да онда. Түсінікті десті жауынгерлер бір ауыздан. Расында түсінікті еді. Бұдан 11 күн бұрын 1943 жылдың 6 октябрінде генерал-лейтенант Галицкий басқаратын 3-ші екпінді армия шабуылымен немістердің қорғанын қиратып, 30 шақырымдағы Невель қаласын алып тоқтаған. Қапыда қырылған немістер есін тез жинап, ұрғыш армияны қоршау қамына кіріскен. Кезеңін тапса, немістің қоршауына мүмкіншілік жоқ еместе. Екпінді армияның алды ілгері кеткенмен, көршілес армиялар кезінде жәрдем бере алмағандықтан, екі бүйірі қысыңқы қап, немістер сыртын ораңқырап кеткен. Екпінді армияны қорғау үшін неміске кеңдігі 5-6 километрдей жерді ғана қаусыру керек. Ол үшін ең қолайлы орын Қаратай және Үлкен Иваново дейтін екі шалқар көлдің арасындағы қылы. Отан соғысының алғашқы кезінде шегінген біздің армия жауды бөгеу үшін Зайванье дейтін поселкенің тұсында қылыны жырып, екі көлді каналмен қосып жіберген. Сол канал әлі сақтаулы. Енінің ең кең тұсы 100 метр, ұзын тұрқы шақырымдай, түйенің мойнындай иреңдеген бұл сопақ қылының теріске жақ бұйратты белесінде бекінген немістер. Күнге жақ бетіндегі орманда біздің армияның қазақстандық 100-ші бригадасы жатыр. Қылының өзі немістердің қолында. Жері қайқаң, жазық келген Мойнақтың өн бойында төселген минадан ат тұяғы сияр жер жоқ. Миналардың арасында аралары алшақ құрылған 3 қабат сым тор. Ажалдың осы араны жол бермейтінін көрген біздің 4 разведчик Раисов, Мырзабаев, Әлімбаев, Нұрлыбаев Қаратай көлінен салмен жүзіп өтіп, октябрьдің 12 күні немістің Битке дейтін обер-лейтенантын ұрлап әкелді.
Биткеннің баяндауынша немістер октябрьдің 15-і күні каналдың жиналмалы көпір арқылы өтіп шабуылға кіріспек те біздің армияның қысыңқы бүйірін сыртынан құшақтай қаусырып қамауда қалған 3 дивизия мен 2 бригаданы қырмақ. Разведка тағы да алып келген тілдердің сөзіне және қолға түскен неміс документтерінің ыңғайына қарағанда Биткенің мәліметі дұрыс. 15 октябрь күні немістердің осылай шабуыл жасауы анықталғаннан кейін 3-ші екпінді армияның соғыс советі кеңесті де қимылға немістерден бұрын кіруді ұйғарды. Бұл ұйғару бойынша шабуылды қылының аузында тұрған 100-ші бригада оның ең алдыңғы 2 батальон бастамақ. Мәншүк осы батальонда. Бұл мақсатты орындау үшін Исин Мәуленнің құрылысшы батальоны 15 октябрьге қараған түн бойы жолдағаны миналарды тазалап, сым торларды қияды. Ажал араны тазаланып біткенін Мәулен қызыл ракета атып білдіреді. Сол кезде артиллерия ойнап жаяу әскерге жол ашады. Шабуылдың мақсаты немістерді Изычка станциясына шейін сырып тастау. Командованияның осы планын октябрьдің 13-нен бастап 100-ші бригаданың әрбір бөлімшесіндегі үгітшілер жауынгерлерге ұғындыруға кірісті. Солардың бірі 1-ші ротаның партия ұйымдастырушысы Мәншүк Маметова. Осылай деп бұл мәселені Мәншүктің өз ротасындағы жауынгерлерге айтуы бір емес бірнеше рет. Әр айтқан кеңестің сөзі басқа болғанмен мағынасы бір. Сондықтан бастан пейілдене тыңдаған оның сөзін кейінгі кеңестерде жауынгерлер соғыс тәртібі қатаңдықтан ғана отырды. Егер босаң тәртіптегі жиналыс болса, олар әлде қашан несін қайталап бересің соның деп тарқасып кетер еді. Кеңесін аяқтаған Мәншүктің түсінікті ме деген сұрауына жауынгерлердің бір ауыздан түсінікті деп шу ете түскен себебі де осы. Соғысты басынан кешкен кісі шабуыл болардың алдында сол шабуылға қатынасатындардың жан жүйесін жақсы біледі. Бұл кезеңде бұрын соғысқа қатынасқан адамға да, қатынаспаған адамға да өмірден керегі бір ғана зат. Ол қай ретпен болса да езу тарту, күлу, реті келсе қатты күлу, шегі қатқанша күлу. Адамның өмірінде шабуыл алдындағы күлкіден тәтті, рақат күлкі жоқ. Шабуыл алдында осы тәтті күлкімен рахаттанғысы келмейтін не жауынгер, не командир болмайды. Бірақ күлдіретін кім? Ертеңгі шабуылда өлем бе, жараланам ба, әлде тірі қалам ба деген сезімнің толқынына бір батып, бір қалқып жүрген адамды күлдіру оңай емес. Егер осы отырған топта шабуылға қатынаспайтын адам жоқ болса, қайсысы ерігіп, қайсысының күлкісі кеп отыр дейсің? Көре-көре көсем болады деген қазақ мақалы соғыс майданында да шындықтың айнасы. Онда да соғысты басынан көп кешкендер өлім қаупінің тұйығына кеп иірілген көпшіліктің күлкі толқынына жол ашып жібереді. 100-ші бригада мұндай көпті көріп көсем болғанның бірі Сүлеймен Ыбырайым 43-ші жылдың 14-ші октябрі күні оның есебінде өзі дәлдеп атып жыққан 370 неміс бар. Мәншүк сөзін аяқтағаннан кейін жауынгерлер түсінікті деген жалғыз ауыз сөзден басқа еш нәрсе айтпағанын бақылап отырған Ыбырайым көпті көңілдендіру, күлдіру ниетімен әзіл бастады. Сізге бір сұрау беруге бола ма, жолдас үгітші қыз, деді Мәншүкке. Айтыңыз, міндет түсінікті және оны орындаймыз да. Сізден сұрайын дегенім, үгіттеуге жақсысыз. Сонда сіз осы майданға келгелі неше неміс өлтірдіңіз? Мәншүк үндемей қалды. Несіне үндесін? Дауласар дәлелі аз,
армияға өзі тіленіп кірген Мәншүктің көп уақыт қызмет атқарған орны штаб. Сол штаб қызметінде жүріп ол пулеметті меңгеру кружогіне қатынасты да озат атқыш деген баға алды. Бірақ өткінші сияқты жеңіл-желпі бірдемелерге қатынасқаны болмаса, атқыштық өнерін сұрапыл қырғында қолдану саты әлі түскен жоқ. Сондықтан онымен әзілдескісі келген жігіттер біздің Мәншүктің атқыштығы сондай, ауаның қай жерін көздесе де оғы мүлт кетпейді десетін. Мәншүкпен осылай қалжыңдасатын бір жауынгер Ыбырайымның сөзін қостай кетті. Бәсе десейші, деді ол, осы әйелдер сөзді ерлермен бірдей сөйлегенде жауды неге бірдей өлтірмейді екен? Әйелден ерлік шыққанын қашан көріп ең деп даурықты біреуі. Неге ер жоқ, деді Мәншүк. Зоя Космодемьянскаяны қайтесің? Әйелден ерлік шықпайды дегенді аңдаусыз айтып қалған жауынгер сөзді бұрмалағысы келіп. Ол рас, деді Мәншүкке. Зоя батыр қыз. Сен сондай қазақ қызын тауып берші бізге. Мәншүк тағы да кідіріп қалды. Оның қасында отырған батальондық партия ұйымдастырушысы Диқанбай Қосанов Мәншүкке қарап ақырын жымиды. Қазақтың бүгінгі қызын сұраймысың, бұрынғы қызын сұраймысың, деді жауынгерге. Қайсысы болса да. Бұрын талай ер қыздары болған қазақтың, деді Диқанбай. Мәселен, батырлар туралы айтылатын жырлардың естідіңіз бе? Деді Мәншүк дәлел таптым дегендей қосарлана кетіп. Естімек түгіл оқыдым да. Қобыландының серігі Құртқаны, Тарғынның серігі Ақжүністі қайтесің? Қайтем оларды, жауынгерлер ду күлісті. Білем батырдың сенімді жарлары, еріне жан тәнімен берілген әйелдер осы күні де аз емес. Менің сұрап отырғаным, найза алып жауға шапқан, ту көтеріп қол бастаған қазақ қызы, сен сондайды тауып берші, деді. Сөзден тосылғандай болған Мәншүк кідіргенде бригаданың соғыс қимылын басқарушы полковник Баймолдин Әбілхайыр мен батальон командирі капитан Ушаков келіп қалды. Баймолдиннің бұйрығы бойынша басталғалы тұрған шабуылдың тәртібі былай болуға тиісті. Қылының бергі бетіндегі даланы минадан тазалауға капитан Исен Мәуленнің құрылысшы батальоны түнгі сағат 00-ден кіріседі. Тазаланған даланы Ушаковтың атқыш батальоны жылжи еріп бекітіп отырады. Құрылысшы батальонның алды 4:00-ден каналға жетеді де қызыл ракета атады. Сол кезде артиллерия ойнап, жаяу әскерге неміс қамалын басып алуға мүмкіндік береді. Осы бұйрықпен іске кіріскен батальонның Мәншүк оң жақ қанатында еді. Қасында автоматчиктер ротасы және станкалық пулеметтің кезегіндегі екі жігіт. Түн, аспанды қоршаған қою бұлттан шиыршық қар ұшқындайды. Қызыл армияның қимылын жау естімесін дегендей, немістер жақтан ескен ызғырық, салқын жел әрбір жауынгердің құлағына еппен қимылда, жауың сезімтал, тез қимылда, уақыт аз, сақ бол, айналаң ажалдың араны, қырағы бол, қапыда өлме деп сыбырлағандай болады. Бұл сыбыр желдің ғана бұйрығы емес, жердің де елдің де бұйрығы екенін ұққан әрбір жауынгердің денесі дағдылы қалпынан 100 есе епті сияқты. Дәл осы минуттерде сақ құлаққа желдің жылжуын естуге болады. Олардың қимылын естуге болмайды. Олардың төңірекке төне қараған көздерінен ұшқан ұшқын бронды бауырдай тілетін термиттік оқтан да өткір. Термиттік оқ бір қарыс бронды ғана тіліп өтсе, бұлардың көз ұшығына түннің қалыңдығы бір емес, 100 емес, 1000 да, миллионда емес, миллиард қарыс бронын тіліп өтіп, аспан мен жердің қабысқан жиегіне шейінгі жер бетіндегі
барлық затты көріп тұр. Тіпті жер шарының жартысын бүркеген бүгінгі түннің өзі түн емес, түнді тесе қараған 100-ші бригада жауынгерлерінің қара көзі сияқты.